Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен каналымда қазақтың ұлттық тағамдарының бірі наурыз көже рецептімен бөлісемін. Әр өңірде әр түрлі дайындайды. Бұл менің дайындау әдісім. Наурыз көже қазақ халқында тілеу көже деп те атаған. Себебі қыста соғымның арнайы сақталған мүшесі, яғни соғымның қалған еттерінен қазы, жая, қарта, шұжық, тағы да басқа еттерді арнайы көжеге наурыз айына деп сақтап қазақ халқымыз туған туысын, бауырын, көрші қолаң, құда жекжатын шақырып, шүкір қыстан аман есен шықтық деп тілеп көже берген екен. Яғни бұл көженің басты мақсаты еліміз тыныш және де дастарханымызда әрқашанда ақ мол болсын деп тілеген екен. Көбінде 7 түрлі немесе 9 түрлі тағам қосылып жатады. Әр өңірде әр түрлі қосады. Мен бидай, перловка, су, тұз, қатық, ет және де құрт қосамын. Алдымен етімізді жақсылап жауып аламыз. Одан кейін дәнектерімізді мінекей осылай ыстық суға бұқтырып қоямыз. Немесе бөлек-бөлек пісіріп алсаңыз да болады. Перловка және бидайды мен осылай ыстық суға бұқтырып қойдым. Етіміз сәл бұрқылдап қайнай бастаған кезде көбіктерін алып 3-4 сағат жақсылап қайнатамыз. Наурыз көжеге көбінесе жылқының немесе сиырдың сүрленген еттерін қосады. Мінекей бізде 3-4 сағат қайнады. Қазымыз да етіміз де өте жұмсақ, әдем болып пісті. Әр салынған дәнектің, яғни әр салынған 7 түрлі тағамның өзіндік үлкен мағынасы бар. Әр өңірде бірдей қосылатын 7 тағамның ішінде кейбір тағамдары бар. Олар құрт, ұннан жасалған қамыр, бидай, тұз сияқты. Айран, қатық да бар. Қазақ ешқашан дәмсіз сөз сөйлемеген, мәдениетті түрде мәйегіне жеткізіп сөйлейтін. Сол сияқты тұз да дәмін келтіруші басты тағам болып саналады. Енді қамыр бізде ұннан жасалғандықтан, оның ақ дастарханның қақ төрінде отағасы жайғасын деген ниетпен қамырдан осылай кеспе кесіп салған екен. Ал айран қатықтарымызды ақ мол болсын, келер жылға аман есен жетейік деген ниетпен салған екен. Ал құртымыз әлсіз, аурушаң адамдарға күш қуат береді деген ниетпен көжеге салынған екен. Қазақтың ұлттық тағамның наурыздың ішінде 7 түрлі тағам болсын, 9 түрлі тағам болсын, барлығы да үлкен мағынаға, үлкен қасиетке ие деп өзім санаймын. Сондықтан қазақтың ұлттық тағамдарын дәріптеуден, осылай жасаудан ешқашан шаршамайық. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы.